Жәмағат менә бүгін отырдық шул Азербайжан қарда, шул қызық. Мен бит тұрдым, неге бір грамот шекіл нәрсәмі бастырға кірдім да, бір шунда келіп бір Азербайжан, менен тауышынан аңладым да, сөйлеше башладым. Насылсын, имеш, не хал деп, нәреден, қайдан сен нәрсе шулай деп сұрашқаш сөйлешіп кеттік. Мен түркше сөйлешем, ол Азербайжанса, ол енді 20 жылдан артық тұрам дейдім шушында шәһәрдә, шулай сөйлешіп кеттік. Шунасын ол меңа, мына мұнда дей, түрк кафесі бар, шунда мен қазір барам, келерсің дей. Мен айтам, яри, ішім біткәш барып шықтым. Ол шәйнік шәй алғанда, шуны шәй жүргірдік. Мына шикарсыз да, мен айтам бит, уақытында мен Одессада жүргенде, гезиерім де, қазақша қыдырам де, түркше гезиерім де, айзырақ айленіп жүргенде, шунда мен шул ихтибар еттім. Әгер де көңіл ашылық болса, шикарсыз да мен рахатланып шәй ішем. Әгер де көңілім шулай тігі бұзылы берсе, мен анда конфетлер алып, сәлемәтлігімі бітіріп, баллы конфетлер, әлі нәрсе ашап, түрлі рызықлар, баллы нәрсе ашап, шунда көңілін көтерем. Абылай кіші білен сөйлерсең, құры шәй ішесің, ол баллы шекілі тыйыла. Менен уақытында Одессада да жүргенде көзге ташланды, анда көңіл ашыл бері. Мен деңіз бойында кішілер білен сөйлешем, анда құяш болған көремі, алар ашық шулай сөйлеше иді мен білен, шуан көрем, мен анда құры шәй гына ішіп берейдірем, шулай нетіп, шатланып. Міне айтасы келе. Шул сөйлешіп кеттік. Мен қайттым, міне біздің татар қызғаншқа қаршы, міне сіздің халықлар кебек жоқ. Міне алар түркменні ал, Азербайжанны ал. Мәселен, мында Өзбекнің кафелары неше ашылды, таджиклардың кафе ашылды. Алар шунда сөйлешіп шәйлер ішіп отырады. Түрклер кафелар неше ашылды. Татарларнық жоқ. Міне бір шулай сөйлеген едім интернетта. Бір ханым yazған, бізде ол келішмей, бізде гіл татарда болмаған хәл. Имеш шул тігі шайханалар. Мен ашуым келіп, анарға жауап яздым. Орақы ішу ол хәл татарда келіштім уақытында мейтем. Болды ма? Неге алар қазір міне орақ ішіп бұзыл берейлер? Шулай дегеш, шуны бұл менің фикір, менің бұл фикірні қабатлап, ортақларым шумадым анарға. Ана қарамастан у Азербайжан, татарлар міне шулай дей, ораққа башын салды, шулай деп, міне көрдіңіз ме? Алар да шул шәрәплер жетіштірелер, әмі коньяклар жетіштірі, әне шул қарамастан алар ораққа башын салмай. Бізде шул тігі орақы исірек, міне шында кебітлерге барам. Кафеда отырам мен, ашханада анда бір татар кіріп, исірік енді орақ алып тағы іші. Енді айтмайм енді, нәрсе милләті өзгәрді шулай десем, аңлайсыз енді. Айтырға ярамай, шынки ол қазір айтырлар, міне бұтан милләтке қаршы деп. Мен айтасы келмейді, тек аларының еріклік қайдан келген ол? Әлі уақытында Сталин шырында қызмет хақы болмаған, тұрмыш шартлары түбән болған сыйфатлы, шуңа күрә аларға енді гіл хүкімет орақы ішіртіп, шуң тек алданып тұрған халық шул нәрсе. Татар халқы да заводларға барып ішлейм деп ораққа башын салған. Шул енді міне қарадым да, біз ан білен яңғына танышқан кішілер әйтерсің, көптен көрмеген бір-бірізіні танышлар, көптен көрмеген сағынған шекілі бір-бірін сөйлешіп, ашық сөйлешіп, түрк тілінде сөйлешіп, әлі кімнікі біле, шулай әлі нәрсе турына сөйлештік те кеттік. Міне мен айтам, көрдіңіз ме жемағат? Неше көңіл ашып отырға бұла. Бізде татар халқында жоқ ол қызғанышқа қаршы ашуым келеді тұра. Ол бүтін шәһәрлерде де татарлар алай көңілі жиналып отырмай. Шулай бітіп бара халқы біздің енді сыйфатлары шундай. Гелік ол болған, міне алар әлі тігі айта бейт, характер нордический, шун кебек әлі түнияқта яшыға көре алар шулаймы әттігілер, күнияқтан келген, шуна көре алар сөйлешіп, көңілешіп, татар нешкер оңайсызлана, күлішіп нәрседір сөйлеп отырға. Алар енді отыра, үндәмей, бұл айтып, айтырсың шеттен қарағанда, бек бұқатлаулы бір нәрселеріні, енді проблемаларын шешіп отыра ойында, тирен ойға батқанлар, шулай деп айтырсың. Бұл халық күлішіп, сөйлешіп, көңілешіп, анда нарды ойнап, тігілей бұлай ерлер. Бірді отырып, сыра, коньяк нәрсе айда деп ішінділер көрмедім аларыны. Бар енді мәселен ол менге сөйледілер. Әлі мен таджиктің кафесінде отырғанда,
Қазақстаннан келген 2-3 кіші әкірін арақ ішітілер мәселен көрдім, әйтім, яры енді бұлар әлләнсе тәртіп бұзмылар бейді. Шынасы меңа сатушылар базарда айтты, міне өзбәкілер іші бері көрдік, меңа өзбәк тыңлап тұрды да, мені шул фикірні базар ішінде кіріп ортақлашқаш. Ол айты, қазірде 5000 бірінші тапқыр штраф берелер, екіншіден шул тулай тұрақтан көтіңе теп шығаралар десенде. Анда бекті не қоты тұралар бізге де. Міне шулай. А бізде ол міне бұзылып ята, мен шынки фатирны кира деп атылар уақытында арендаға берген шақта исімді алар ішірге яраталары татары урысы айырылмайдыры, бір айырмасы жоқ енді араларында. Шул не аларына қарағанда араққа башын салып, бұзылып нетіп берейлері. Бір сіз Челябіден келген, мен айтам, неге ашыла берсің шу яшты? Қатын айтты, пенсия керек сеңе көбірек аларға деп. Міне қатын қыт шулай қуып жіберген. Алар мұнда ауыр іш болға, шуға көре жанны тыныштандырға деп отырып, ішәлер орыс білен бірге енді шул арақ ішіп, бұзылып, нетіп, тәртіп біраз бұзып ерейлер міне. Көрдіңіз ме жамағат? Яры шуны тамамлайсым келе, міне тек шуны гіл айталар ашқыш ізләп берейін. Нешек міне юзақ бар шул халқыбыздың ментальность деген шунаға юзағы бар. Шуны нешек ашырға, нешек ол міне біздің татар халқы мәселен арақыдан баш тартып, шәйлер ішіп, шулай көңілі отырсын деп, нендей юнәліш білен шуны шундай неге ерішірге шундай мәселен нәтижеге ме? Білмейм, аны қызғаншыға қаршы. Бәлкі сіз білесіздір, шуна көре мен енді аны ашықтан ашық айтасын келе, фикірлеріңіз болса ортақлашырсыз. Енді бізге керек бәрбір нешіктір. Әгер де кім тіләмей өз диніне қайтырға, ішмасам арақы ішуден баштартырға, тағы шундай тәртіп сақылау, өзін нешіктір көңіл ашып, шейлер ішіп, ерсінлер деп, шундай мен алардан үмітленіп күтіп тұрам. Жамағат шуны білен тамамларға рұқсат беріңіз, қазір мен енді тағы болса, бәлкі яңа бір сюжет башлап жібердім. Исән сау ерігіз.